Ем 5-ші А сыныбы. Мен Алмамын. Бүгін сендердің ашық сабақтарыңа арнап, өзімнің бойында болатын адам ағзасына пайдалы дәрумендерім туралы айтып беретін боламын. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Менің құрамымда адам ағзасына пайдалы өте көп дәрумендер бар. Солардың ішінде А, В1, В2, С және Е витаминдер бар. А витаминіне келетін болсақ, А витамині адам ағзасының өсуіне және де дамуына көзінің септігін тигізеді. Сондай-ақ адам ағзасының түрлі ауруларға қарсы тұруына көмектеседі. С дәруменіне келетін болсақ, адам ағзасының жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу қабілетін арттырады. Адам сүйегіне, сондай-ақ тісіне беріктік қасиет береді. В1 дәрумені адам организмде зат алмасу процесі үшін өте қажет. В2 дәрумені болса, адамның көзінің жақсы көруіне, сондай-ақ адам жарақаттарының тез жазылуына көмек береді. Е дәрумені адам бұлшық жұмысын жақсартады. Менің құрамымда магний, калий, кальций, фосфор, натрий және де мырыш бар. Олар адамның жиі ауырмауын қамтамасыз етіп, адамның ойлау қабілетін жақсартады.